Армысыздар, Қазғұрт Ньюс арнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен мен Арайлым Қайратқызы. Қазғұрттың жалын атқан жастарына Астанадан келген қонақтар тренинг сабақтар өткізді. Тренингтің мақсаты адам құқықтарын негізге ала отырып жастарға қоғамдағы өз орнын жеке тұлға екенін кино арқылы жеткізу. Тілшіміз Асанов Бексұлтан баяндайтын болады. 6 шілде күні Аксес студенттері Шымкент қаласынан келген қонақтар Саша және Алисия өткізген тренингтерге қатысты. Адамның құқықтары бойынша өткізілген тренингтің 3 сағатын жастар пайдалы да ой саларлық кино көрумен өткізсе, тренингтің қалған бөлігін спикер Ақмарал Сманмен талқылауға арнады, және де жастар өздерінің мазалап жүрген сұрақтарына жауап алды. Шілденің 11 жұлдызы бүкіл әлемдік шоколад күні екенін біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Осы орайда Жанды жастар қоғамдық бірлестігінің еріктілерінің ұйымдастыруымен Қазғұрт ауданында ауқымды шара болып өтті. Тілшіміз Ажар Балғабаеваның дайындаған сюжетін тамашалаңыздар. 1955 жылдан бері тойланып келе жатқан шоколад күніне орай Жанды жастар қоғамдық бірлестігінің еріктілері тәтті құмарларға арнап шоколад мерекесін ұйымдастырды. Іс-шара барысында Америка халқының ұлттық биі үйретіліп, ойын-сауықпен жалғастырылды. Америка туралы сұрақтар қойылып, дұрыс жауап берген балаларға тегін скутер теуге, сонымен қатар тегін шоколад тұтып алуға мүмкіндіктер болды. Балалардың көздеріндегі қуанышты көргенде Аксес түлектері ерекше әсерде болды. Кештің өтуіне қолдау көрсеткен Алматы қаласындағы Американың бас консулдығына Аксес түлектерінің алғысы шексіз. Айтарымыз осы, келесі кездескенше. Сіздермен бірге болған мен Арайлым Қайратқызы, арнайы Қазғұрт Ньюс үшін.